Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода мен сіздермен өте керемет қысқа арналған мохитоның рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен біз банкаларымызды дайындап аламыз. Қақпақтарымен бірге залалсыздандырып алдық. Содан соң осылай біздің жемістеріміз өрік, және де қара өрік, мята керек. Осындай алманың кез келген сорты жарайды. 2 дана апельсин және де 1 дана лимон. Барлығын кесіп дайындап аламыз. Содан соң банкаларымызға жайғастырамыз. Мен көз мөлшерімен салып шықтым. Содан соң апельсиннің ішіндегі сүйектерін алып тастаймыз. Міндетті түрде лимонды де дәл солай ішіндегі сүйектерін алып тастаймыз. Осылайша банкамызға жайғастырып, үстінен мята салып, 250 грамм қант саламыз. 3 литр банкіге 250 грамм қант саламыз. Қалауыңыз бойынша көбірек салсаңыз да болады. Ал енді біз қайнап тұрған суымызды банкамызға құйып шығамыз. Содан соң бірден біздің банкамызды жауып тастайтын боламыз. Мінекей біз банкамызды жаптық. Банкамыздың толық жабылғанына көз жеткізу үшін осылайша аунатып аламыз, және де қантын осылай шайқап түсіреміз. Мінекей достар, біздің компотымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман болыңыздар.